Нақты көрсеткішті дәрежелік және көрсеткіштік функциялардың интегралы тақырыбында бізде екі түрлі функцияны қарастыруға тура келеді. Біріншіден дәрежелік функцияны, екіншіден көрсеткіштік. Қазір дәрежелік функция туралы айтайық. Дәрежелік функция деген жалпы түрі y тең болады, x-тің альфа дәрежесі. Енді осы альфа санына байланысты бірнеше жағдайлар болуы мүмкін. Біріншіден, осы альфа дегеніміз ол натурал сан, қандай да бір. Ал натурал сан деген біздер білеміз, 1, 2, 3 деп әрі қарай кете береді. Бұл жағдайда жалпы интегралдау формуласы бәріне ортақ негізінде, және жеңіл шығарылады осы жағдайда. Формуланы көрсетелік. Интеграл астында x-тің альфа дәрежесі dx болады. Бөлшек шығады. X-тің альфа плюс 1 дәрежесі бөлінген альфа плюс 1 плюс с. Міне формула ортақ, бәріне де бірдей. Енді біздер жекелеген жағдайларды шығарып көрейік. Интеграл астында x-тің 1 дәрежесі dx. Бұл жазуды интеграл астында x dx деп те жазады. X-тің 1 дәрежесі ол x-тің өзіне тең болады. 1-ге 1-ді қосамыз 2, бөлінген 2 плюс с. Бірінші жағдай осылайша көрінеді. Екіншіден, интеграл астында x-тің квадраты dx дегенді көрейік. Формула бойынша альфаның орнында 2 тұр, x-тің альфаға 1-ді қосқанда 3 дәрежесі бөлінген 3 плюс с. Мұны осылайша өте жеңіл шығарылады. Интеграл астында x-тің кубы dx ол да жеңіл шығарылады. 3-ге 1-ді қосамыз 4, бөлінген 4 плюс с. Енді біздерде альфа деген санымыз үнемі натурал сан бола бермейді. Іс жүзінде басқа жағдайларда кездеседі. Соны қарастырайық. Екіншіден, яғни біздің альфа дегеніміздің өзі бүтін сандар жиынына тиесілі болсын. Бүтін сандар дегеніміздің өзі қандай ол? Бүтін сандар дегеніміздің өзі ол біріншіден натурал сандардың жиыны, біріккен осы натурал сандарға қарама-қарсы сандардың жиыны, содан кейін бірігеді 0 деген сан деген. Енді натурал сандарда қандай болғаны бірінші жағдаймен түсінікті болды. Екінші жағдай теріс сандар болғанда қалай болып жатыр. Сол жағдайларды қарастыру керекпіз. Альфа дегеніміз енді теріс бүтін сандар ғой барлығы да. Интеграл астында x-тің минус 1 дәрежесі dx. Бұл жағдайда жалпы интеграл астында dx бөлінген x деп те қарастырады. X минус 1 дәрежесі 1 бөлінген x-ті береді. Оны алдыңғы сабақта біздер өттік. Бұның жауабы натурал логарифм болып шығады. Бұл өте ерекше жағдай. Жалпы манағы біздің алғашқы көрсеткен формуламыздың өзінде бір көрсетілмей қалып тұрған мәселе бар бұл жерде. Альфа тең емес минус 1 деген сөз бар. Минус 1-ге 1-ді қоссақ 0 болады. Бұл жағдай бөлек қарастырылады, және бөлек өзінің арнайы формуласы бар екен. Енді бөлек шығарылады екен. Енді интеграл астында x-тің минус 2 дәрежесі dx. Осыны қарайық. Жалпы x-тің минус 2 дәрежесі деген сөз ол бөлшектің бөліміне түседі x квадрат. Бұл жағдайдың ортақ формуламен шығарылады ғой. X-тің минус 2 қосылған 1 дәрежесі бөлінген минус 2 қосылған 1 дәрежесі плюс с. Минус 2-ге 1-ді қосқан кезде x-тің минус 1 дәрежесі бөлінген минус 1 плюс с. Осылай орындап көрсетуге болады. Бірақ та дегенмен математикада әдетте өрнекті шамдап солай ұсыну қалыптасқан. Минусты қоялық. X-тің минус 1 дәрежесі деген сөз 1 бөлінген x. Қорытынды жауапты осылайша беруге болады. Тағы да бір мысалды көрейік, анығырақ түсінікті болу үшін.
интеграл астында x-тің минус 3 дәрежесі dx. Минус 3-ке қосамыз бірді, бөліміндегі минус 3 қосу 1. Плюс x-тің минус 3-ке 1-ді қосқанда минус 2 дәрежесі, бөлінген минус 2, қосылған сы. Осы күйінде қалдыруға да болады, немесе математикалық тұрғыдан ықшамдап алгебралық өрнекті жөндеп ұсынғанымыз да дұрыс. Минус енді 1 бөлінген 2 ғой, 1 бөлінген 2-ді. Және x-тің минус 2 дәрежесі деген ол 1 бөлінген x-тің квадраты болып шығады. Плюс с. Осылайша орындалады екен. Енді осы теріс сандарға байланысты мен негізінде тағы да бір ақпаратты көрсетуге тиіспін. Біздер теріс дәрежеге байланысты формулаларды ұмытып қалған болуы мүмкінбіз. X-тің минус n дәрежесі деген сөз, жалпы 1 бөлінген x-тің n дәрежесі екендігін біздер білу керекпіз. Осындай формула бар екен білу керекпіз. Сонда осыдан шығатын жағдайлар x-тің минус 1 дәрежесі болса, ол 1 бөлінген x-тің 1 дәрежесі. Санның 1 дәрежесі өзі жазылады 1 бөлінген x. X-тің минус 2 дәрежесі деген сөз 1 бөлінген x-тің квадраты. X-тің минус 3 дәрежесі деген 1 бөлінген x-тің кубы. Және осыларды біз керісінше де қолдана беруіміз керек. 1 бөлінген x-тің кубы болса, ол дегеніміз x-тің минус 3 дәрежесі. 1 бөлінген x квадрат болса, ол деген x-тің минус 2 дәрежесі. 1 бөлінген x дегенім ол x-тің минус 1 дәрежесі деп мен білу керекпін. Міне осы жағдайларды білмегеннен кейін көп адамдар есеп шығарғанда қателесулері ықтимал. Мысал үшін қазір тағы бір жағдайды қарайық. Интеграл астында dx бөлінген x-тің 4 дәрежесі. Біз бұны түсіну керекпіз. Интеграл астында 1 бөлінген x-тің 4 дәрежесі dx тұр дегенді білдіреді. dx деген 1-ді алдына жазбай алуға да болады ғой. Мұнда бұл 1 бөлінген x-тің 4 дәрежесі деген x-тің минус 4 дәрежесі деген dx. Енді бұл дәрежелік функциядан интеграл алу деген жағдайға келеді. Минус 4 қосылған 1 бөлінген минус 4 қосылған 1 плюс с. болады. Төмендеу жазайын. Минус 4-ке 1-ді қосқанда минус 3 болады. X-тің минус 3 дәрежесі бөлінген минус 3 минус 1 бөлінген x-тің кубы болады. 3 деген сан алдына түседі. Мұны жауап осылайша шығады екен. Енді біз альфаға байланысты екінші жағдайды қарастырдық. Альфаға байланысты енді нақты көрсеткіштер деген сабақтың тақырыбы басында солай болды. Соны да көрейік. Альфа дегеніміз енді нақты дегенде нақтымыз рационал жағдайды қарастыра аламыз біздер. Рационал көрсеткішті. Рационал көрсеткішті дегеніміз ол рационал сан дегеніміз қандай? Ол n бөлінген n түріндегі қысқармайтын бөлшек түріндегі сандарды m дегеніміз бүтін сандар жиынына тиесілі, n дегеніміз натурал сандар жиынына тиесілі. Бұл қысқармайтын бөлшек. Қысқармайтын бөлшек деген нені білдіреді? Мысалы 6-дан 4 деп десек, оны әрі шамдап 3-тен 2 деп берген дұрыс дегенді. Сонда 6-дан 4-ті қоймаймыз, 3-тен 2 деп есептейміз. Есеп шығарған кезде. Соған әкеліп тұр. Әйтпесе тең бөлшектер көп кеңейту арқылы тең бөлшектерді ала беруге болады ғой. Солай болмасын деп. Және тағы да бірден формулаларды көрсетіп кетейін осы жерде. Жалпы санның x-тің мысалға n бөлінген n дәрежесі деген өзі нені білдіреді? Ол түбірді білдіреді.
түбір астында n-ші дәрежелі түбір астында міне бөлімінде қандай тұрса сол тұр. n-ші дәрежелі түбір астында x-тің m дәрежесі. Негізгі біздің рационал көрсеткішке келген кезде біз осы жағдайды түсіну керекпіз. Енді m мен n-нің орнына әртүрлі сандарды қою арқылы формулаларды ала берейік. x-тің 2/1 дәрежесі дегеніміздің өзі ол түбір астында x дегенді білдіреді. Себебі арифметикалық түбірде мына жерде 2 деген сан жазылмайды, мұнда 1 деген сан жазылады. Осыларды жазбай да қоюға болады. Мұнымен кетіп жүрмін. Түсіндіңіздер ме? Енді x-тің мысалға 3/1 дәрежесі дейік. 3/1 дәрежесі десе ол 3-ші дәрежелі түбір астында x-тің 1 дәрежесі. Ол санның 1 дәрежесін жазбауға болады. 3-ші дәрежелі түбір астында x. X-тің мысалға 5-тен 2 дәрежесі. Ол 5-ші дәрежелі түбір астында x-тің квадраты дегенді білдіреді. Ал егер де мынадай есеп болса, x-тің мысалға -4-тен 3 дәрежесі. Онда түсінеміз. Мына минустан құтылу үшін біз бірінші бөлшек етіп аламыз. 1 бөлінген x-тің 4-тен 3 дәрежесі. Содан кейін бар, енді рационал көрсеткіші дәрежелі жаңағыдай түбір арқылы қалай жазылады екен, соны көреміз. 4-ші дәрежелі түбір астында x-тің кубы. Міне осы жазуларды жалпы мектеп курсында бұлар өтіледі. 7-ші класста өтіледі бір бөлігі, 8-ші класста өтіледі арифметикалық түбірдің жаңағыдай кеңейтілген нұсқалары. 9-шы сыныптың басында да элементтер қайталануы мүмкін. Енді бірақ та интеграл ортақ, бұл 3-ші жағдай үшін де интеграл ортақ. Интеграл астында, мысал үшін, x-тің 2/1 дәрежесі. Бұл қалайша шығарылады? Бұл интеграл астында интегралдан шығады дайын формуламен тексереді. Бөлшек болады, x-тің 2/1 дәрежесі қосу 1 бөлінген 2/1 қосу 1. Енді бізге қалатыны өрнекті ықшамдау. 2/1-ге 1-ді қоссақ 1/2/1 немесе бұрыс бөлшек түрінде 2/3 деп жазамыз. Ал мұнда да x-тің 2/3 дәрежесі. Плюсы. Ол x-тің 2/3 дәрежесі дегенде қалайша жазуға болады? Бұл x-тің түбір астында x-тің кубы дегенді. Мына жерге 2-ні жазуға да болады, жазбауға да болады. Квадрат түбірде ол жазылмайды. Бөлімінде тұрған 2/3 деген коэффициент ол алдына 3/2 деп қойылады. Плюсы. Енді кішкене дұрыстап ықшамдап қояйық. 3/2. Бұл түбір астында x куб. Плюсы. Енді түбір астында x куб деген өзі нені білдіреді? Оны да ары қарай ықшамдап көрейік. Ол түбір астында x-тің квадраты көбейткен x деген сөз. Бұл түбірдің қасиеті бойынша түбір астында x квадрат көбейткен түбір астында x деп бөлуге болады. Сонда түбір астында x квадраттың жайғаны x шығады. Түбір астында x болады. Бұны осы жағдайда қолданып 3/2 x түбір астында x плюс осындай да қорытынды жауап осылай да болуы әбден ықтимал. Оған да біздер дайын болуымыз керек. Жалпы математикалық есептер шығарған кезде әркелкі етіп орындай береді ғой. Біз оның қай түріне де дайын болу керекпіз. Енді осы есепті басқаша да беру мүмкін. Мысалы үшін, мұны біз интеграл астында x-тің 2/1 дәрежесі деп шығардық. Ал бізге ол интеграл астында былай деп тұру мүмкін. Түбір астында x, dx. Сонда түбір астында x болғанның өзінде біздер түсіну керекпіз. Бұл дегеніміз интеграл астында x-тің 2/1 деген, яғни дәрежелік функция екендігін біз түсініп қалу керекпіз. Дәрежелік функция, оның формула бойынша x-ке 2/1-ге 1-ді қоссам 2/3, уже ауызша шығарып аламыз. Жаңа орындап жаттықтық қой. Бөлімінде де 2/3. Енді түпкі жауапты бірден жаза қойайық. Жаңа ғана ондай есепті орындадық. X астында
x плюс с деп та. Яғни бұл стандартты жағдайлардың бірі ғой жаңағы қарағанымыз. Енді тағы да бір есепті қарап көрейік. Интеграл астында x-тің минус 3-тен 2 дәрежесі dx дегенді қарастырайық. Бұнда бұл да дәрежелік функция. Минус 3-тен 2-ге 1-ді қоссам, x-тің дәреже көрсеткіші осындай болады. Минус 3-тен 2 қосылған 1. Минус 3-тен 2-ге 1-ді қосқан кезде 3-тен 1 болады. Бөлімінде 3-тен 1, алымында x-тің 3-тен 1 дәрежесі плюс. Тең болады. Мынау кеңірек жерге жазайын. Қосылмай. X-тің 3-тен 1 дәрежесі деген сөз, 3-ші дәреженің туграсында x-тің 1 дәрежесі. Ал мынау 3-тен 1 деген сөз төңкеріп кеткен кезде үстіне 3, астына 1 түседі ғой. 3-ті 1-ге бөлгенде 3-тің өзін жазамыз. 3-ші дәреженің туграсында x. Міне, қосылды жауап. Осылайша болады екен. Енді біз байқасақ бірнеше есеп шығардық. 3 түрлі есеп шығардық. Бұлардың барлығы да біздің сабағымыздың бастапқы тақырыбындағы дәрежелік функция дегенді айрықшалап көрсетіп тұрмыз. Енді дәрежелік емес, көрсеткіштік функция дегенде бар. Көрсеткіштік функция дегеніміз бұл қандай екен? Көрсеткіштік функция. Бұл дегеніміз y тең болады. Мана x-тің альфа дәрежесі болса, бұл керісінше a санының x дәрежесі. Яғни a дегеніміз бір қандай да бір сан. Мысалы үшін y тең болады 2-ның x дәрежесі, y тең болады 3-ның x дәрежесі, y тең болады 5-дің x дәрежесі. Міне осындай жағдайлар көрсеткіштік функция. Бұл дәрежелік емес, көрсеткіштік функция деп аталады. Осы көрсеткіштік функциядан интеграл алудың өзінің формуласы бар. Енді бөлшекте дәреже болуы мүмкін, нақты көрсеткіштік, нақты деген сөз тұрды ғой, мана ең басында байқасаңыздар. Енді бұл мына 2 болуы мүмкін, 2-ден 1, 3-тің орнында 3-тен 2, 5-тің орнында 4-тен 3 деген сияқты жағдайлар болуы бола беру әбден ықтимал. Интеграл астында a санының x дәрежесі бөлінген dx. Бұл сіздерге нені береді екен? Міне осы формуланы анықтау өте маңызды. Осы көрсеткіштік функцияның интегралын алу жеңіл, қайтадан a-ның x дәрежесі шығады, тек бөлімінде a деген плюс с. Осы формуланы жақсы жаттыра білсек, біздер көп есепті орындай аламыз. Мысалы үшін интеграл астында 2-ның x дәрежесі dx болса, интегралдан не шығады екен? 2-ның x дәрежесі бөлінген плюс с. Бірінші есеп осылай орындалады. Екіншіден интеграл астында 3-тің x дәрежесі dx. Бұдан не шығады? 3-тің x дәрежесі бөлінген 3 плюс с. Интеграл астында 5-тің x дәрежесін бөлінген 5-тің x дәрежесі бөлінген 5 плюс с. Міне осылайша орындалады. Енді тағы да бір ерекше бір формула бар бұл жерде. Интеграл астында e-ның x дәрежесі dx. Бұл натурал көрсеткішті дәреже деп айтылады. E-ның x дәрежесі. E деген сан бар арнайы. E қайтадан E-ның x дәрежесі плюс шығады. Ерекшелік сол себебі туындысы да солай емес. E-ның x дәрежесінің туындысын тапса да қайтадан E-ның x дәрежесі шығады. Ол туралы кеңірек тағы да айтуымызға болады. Натурал логарифм деген ұғым бар. Жалпы логарифм деген логарифм а негізінде в болатын болса, логарифм е негізінде
x дегенді мысалға натурал логарифм v x деп айтады. Осы тақырыптар бір біріменен байланысы бар.